Баршаңызға сәлем. Бүгін біз фаршталған болгар бұрыштарын дайындаймыз. Бұл тағам өте жеңіл, өте оңай әрі тез дайындалатын тағам. Сондықтан жасауға кірісейік. Біз күрішімізді жартылай пісіріп аламыз. Ол үшін күрішімізді және де суымызды құйып, отқа қоямыз. Енді бұрыштарымызды тазалап аламыз. Олардың ортасындағы дәндерін және де түбін алып тастаймыз. Одан кейін қайнаған күрішімізді аламыз. Күріш осылай жартылай пісуі қажет. Толық пісірсеңіз, кейін езіліп кетеді. Күрішіміздің үстіне фарш саламыз. Оның үстіне ұсақтап туралған, болмаса блендермен езілген пиязды, бұрышымызды, тұзымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Осының барлығын жақсылап араластырғаннан кейін, енді бұрыштарымыздың ішіне толтырып саламыз. Маған қолмен салған ыңғайлы. Егер қаласаңыз, қасықпен де салуға болады. Ыдысымызға бұрыштарымызды тізіп, үстіне бетіне шығарғанша су құямыз, оған тұз саламыз. Орташадан төмен отта 30-40 минут қайнатамыз. Осымен біздің тағамымыз дайын. Өте жеңіл, өте дәмді. Кешкі асқа да, түскі асқа да дайындауға болатын тағам. Дайын тағамымыздың үстіне аскөгімізді себеміз. Баршаңызға ас болсын. Қараңыздаршы, қандай нәзік, қандай жұмсақ, бұл бұрқырап, өте аппетитті көрінеді. Егер де рецепт ұнаса, видеоға лайк қойып, каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Комментарийде тағы да қандай рецепт көргілеріңіз келетінін жазып кетіңіздер.